Бәріне сәлемсіздермен Зексер және бүгін менің Discord серверім туралы сөйлесеміз. Сіздерге мен бүгінгі видеоролигім ұнайды деп ойлаймын. Мен осы видеороликті шейдерлармен ойнадым. Енді видеоның басын созбай кеттік. Бәріне сәлемсіздермен Зексер. Бірінші ойынымыз басталды. Енді бағана амандасқам еще. Енді видеоны созбай. Енді мен Discord серверім туралы сөйлесейік. Мен Discord серверді бұрында сие қойғам, көшір алдымда. Бірақ мен о видеоролик түсіруге де уақыт жеткен жоқ сол күндерім. Және де сол мен енді солай істемеу үшін, енді ұмытпау үшін сол Discord сервер туралы сол үшін видеороликті істей бастадым. Мен қазір Fire деген китпен ойнап жатырмын, Hypixel'ді. Кім ойнағысы келеді, сол ойнасын. Мен білетіндей айтып қояйын деген. Және де соны алуға ұмытпады, өйткені ол жақсы кит, маған ұнайды өзіме. Онда бізге железный нагрудник беріледі, және де ол жақсы зат. Тағы да. Міне біз жеңіп жатырмыз, өтіп жатырмыз, адам өлтірдік. Енді смуктарды қарап жатырмыз. Енді маймерім қойық. Енді арғылау ойнай береге. Мен шейдерлармен ойнап жатырмын. Сендерге ұнайды деп ойлаймын бүгінгі видеороликтің качествосы деп айтайық сендерге. Бәрі жақсы істелінген деп ойлаймын. Бәріне ұнайды. Маған ұнаса, сендерге де ұнайды деп ойлаймын. Енді бос туралы айтуды қояйық. Енді Discord сервер туралы айтайық. Мен анда күнделікті отырам деуге болмайды, бірақ мен анда демалыс күндері отырам. Сен мен анда кездестіре аласыңдар. Және де мен Vine World, Hypixel және тағы басқа серверларды ойнауға болады. Мен анда көп уақыт өткіземін. Және де сен мен әртүрлі ойындар ойнай аласыңдар. Мысалы Fortnite, тағы да басқа. Көреміз, сонда да Roblox ойнай аласыңдар. Ол жақсы ойындар. Енді мен бәрін айтуға уақытым жеткен жоқ. Мен бәрін жеңіп өлтірдім. Және де біз жеңдік. Енді сендерге ұнайды деп ойлаймын. Енді келесі ойынға кеттік. Міне біздің екінші ойынымыз басталды. Сендерге енді қайттан ұнайды деп ойлаймын. Лайк, подписка, коммент туралы ұмытпаңдар. Мен қайттан сол китпемін, Fire деген. Сендер сол китті алып отырыңдар, өйткені ол жақсы кит. Және де солай мен бүгінгі видеороликті енді қиналып болса да, бірақ әрине түсіріп жатырмын, өйткені шейдерлармен ойнағанда бәрі түсініксіз болып кетуі мүмкін, өйткені кейбір кездері қиын болып кетеді, кейбір кездері жеңіл болады. Бірақ шейдерлармен ойнау керек, өйткені видеороликтің бәрін жұрқын шығарады деуге болады, бәрі әдемі шығады, сендерге де ұнайды деп ойлаймын, өйткені телефоннан былайша да қарап жатсаңдар, сендер өте әдемі көрінеді, сендерге картинкасы, бүкіл суреті бәрі. Енді солай. Мен Discord серверімда енді көптеген заттар істеймін, но көптеген заттар дегенде соншама көп емес, бірақ істеймін. Сол істегенде де мен бүкіл оформление бәрін де істеп қойдым. Бәрін дұрыстап, настройки бәрін өзгертті, бәрін істедім. Анда сіз звание да алу мүмкінсіңдер, өздерінің атақтарын жақсы шығатын еді. Бірақ солай да. Және де сенемен видеороликтарыма да түсуге де болады сендерге. Мысалы мен Bed Wars, бірғантай сонда ойын түсірім келгенде, Fort құрайын дегенде, менде адам жеткіліксіз болады. Енді сол Discord сервер описанияда болады. Соған кіріп отырыңдар да қарадыңдар. Және де солай. Осы жолдары мен стрим істеген едім. Ол суббота күні болды. Жоқ, суббота емес, жексенбі күні, суббота, воскресенье күні болған. Сол воскресенье мен стримді істедім, және бәріне ұнады. Анда көптеген адамдар отырды, және де сендер де кіріп отырыңдар. Ол суббота, воскресенье дегендей стримдар болады енді. Солай. Бәрін біз қырып жойып жатырмыз. Енді мен жақын уақытта мен интро істей бастаймын. Интрода менде пайда болады. Енді біз осы ең соңғы ойыншыны тауып алдық. Трон қызыл ник. Мен өз киімде үстімді бронемді ауыстырып алайын да, оның қасына жол тарттайын, сосын оның қасына келіп, оны жай өлтіре саламыз. Сендерге мен видеороликтарым ұнап жүр. Сендер ана видеороликті 20-дан астам лайк жинадыр, немесе 20 лайк жинадыңдар, мен білмеймін. Соңғы рет қарағанда анда 21 нәрсе лайк болды. Мен жандырғысы келді, бірақ ол мен жандырамай қалды. Мен оны жай компауға кіргізе салымды, өлтіре салдым. Енді қоштасу болды. Міне біз қоштасудамыз. Сенге ұнады деп ойлаймын. Лайк, коммент, подписка туралы да ұмытпаңдар. Жақын уақыттарда стримдарда болады. Енді мен сенімен қоштассам, сау болыңдар.